Жолшыларды дайындау күн тәртібіндегі мәселе. Автожол саласында 2000-ға жуық білікті маман жетіспейді. Түйткілді шешу үшін қосымша грант бөлу көзделіп отыр. Қазір көлік құрылысы білім беру бағдарламасы бойынша алғашқы өтінімдер қабылдана бастады. Биыл бакалавриатқа 79 мыңға жоқ грант бөлінген. Оның 60%, яғни 19 344 техникалық бағыттарға тиесілі. Оның ішінде көлік құрылысы, білім беру бағдарламасы бойынша өтінімдерді қабылдау биыл алғаш рет жүзеге асырылмақ. Магистратураны бітіргеннен кейін одан тереңірек ғылыммен айналысқым келді. Бірақ ол жылдары докторантураға гранттар болмады. Осы жылы докторантураға 10 грант бөлінген болатын. Ол негізінде үлкен мүмкіндік болып табылады, өйткені жас мамандардың ғылыммен айналысуға талпынысы арттыруы мүмкін. Осы бағытта алдағы оқу жылына 1000-ға жуық мемлекеттік білім беру гранты. Оның ішінде бакалавриатқа 770 грант бөлінді. Бұл көлік құрылысы білім бағдарламасы бойынша еліміздің 7 жоғарғы оқу орнында оқытылады. Жыл сайын бізде мысалы техникалық мамандықтарға 100 гранттан қосылып келе жатыр. Жылдағыға қарағанда, например, жаңағы автотранспорттың средствоға биыл 100 грант артық қосылды. Сол сияқты электроэнергетика. То есть осы мамандықтардың, біздің техникалық мамандықтардың барлығына да 100 гранттан жылнан жылға өсіп келе жатыр. Жалпы елдегі автожол саласында 2000-ға жуық білікті кадр тапшы, ал жоғарғы оқу орындары жыл сайын 100-ге жуық жол маманын дайындап шығарады. Зарина Кабөрден Жарқын, 24 кз.